Ассалаумағалейкум достар. Бүгін сіздерге күрмеп байлау жайлы көрсететін боламын. Ауыл шаруашылығында, үй шаруашылығында керек болып қалуы мүмкін. Біреулер білер, біреулер білмеуі мүмкін достар. Бұл күрмеп байлау өте мықты болады, сенімді болады. Бұл күрмеп байлаумен малды байласаңыз, мәшін сүйресеңіз де болады достар. Енді сіздерге көрсетейін, қалай байлау керек екенін достар. Мінекей былай өткізіп аламыз мынандай неден, бағанадан. Осылай айландырамыз достар. Мінекей көріп тұрғаныңыздай мынаны былай қарай тартып шығарып аламыз. Осының ортасынан өткіземіз достар. Мінекей. Міне, ешқандай жібермейді, мықты болады достар. Шешілуі де оңай. Мынаны тартып жібересіңіз, мінекей шешіледі достар. Тағы бір қайталап көрсетейін достар. Мінекей достар, былай өткізіп аламыз. Мінекей и астынан өткізіп айландырамыз. Сосын мына домалақты шығарып, осының ортасынан былай өткіземіз достар. Мінекей тас жібермейді, мықты. Шешкенде оп оңай тартып берсеңіз шешіледі достар. Каналға тіркелеміз достар. Аман сау болыңыздар.